автосалоннан жаңа көліктердің 10 миллион теңгеге дейін қайсысын алуға болады екенін қарастырып кетеміз. Сәлеметсіз бе, автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз автосалоннан жаңа көліктердің 10 миллион теңгеге дейін қайсысын алуға болады екенін қарастырып кетеміз. Бірінші орында бізде JAC JS4 көлігі. Бағасы 9 миллион 880 мыңнан басталады. Бұл кезде сіз көлікті тек механикалық қорабымен сатып аласыз. Ал CVT автомат қорабымен көліктің бағасы 10 миллионнан асып кетеді. Тіпті 11 миллион 280 мыңнан басталады. Жақсамалдарын жандары жайсан, жақсы адамдарым тағдыр жолында танысқандарым, жалған өмірде жарысқандарым, қалжыңда бүйіп қағысқандарым, қандастарым, ауылдастарым, құрдастарым, дәуір қосқаным, тіршілікте бауыр басқаным, мен сіздерді жақсы көремін. Қариялар, қалыңдастаным, алаулаған жалын жастарым, әпкелерім, қарындастарым, мен сіздерді жақсы көремін. Асқар тау әкем, анашым жаным, ақылшы аға, 10-шы орында бізде JAC S3 Pro көлігі. Бағалары 9 миллион 280 мыңнан басталады. Тағы да бұл көлік механикалық қорабымен ұсыныстар. Ал автомат CVT вариатор көлігі қорабымен бағалары 10 миллионнан асып кетеді. 10 миллион 80 мың төлеу керек вариатор қорабымен алу үшін. қариялар, қалыңдастаным, алаулаған жалын жастарым, әпкелерім, қарындастарым, мен сіздерді жақсы көремін. Тоғызыншы орында бізде JAC J7 көлігі. Бағалары 8 миллион 840 мыңнан басталады. Механикалық қорабымен, ал CVT вариатор қорабымен, автомат қорабымен. Көліктің бағасы 10 миллион 540 мыңнан басталады. Алағашқан көңілдің шерінері,
сегізге қайтадан барғым келді, өшкен талай отымды жаққым келді. 18-ге қайтадан барғым келді, өшкен талай отымды жаққым келді. Бар бақытты жинап ап мүмкіндегі, бар дауыспен айқайлап күлгім келді. Сен тұратын үйіңді сырттай Сегізінші орында бізде Kia Picanto Краевой көлігі. Бағалары 6.990.000 мыңнан басталып, 8.390.000 мыңға дейін барады. Толығымен бұл көлік тек автомат қорабының ұсыныста қойылған. Саған жолда абайсыз жолығып, басым дейіп қасыңнан өткім келді. Саған жолда абайсыз жолығып, басым дейіп қасыңнан өткім келді. Жетінші орында Kia Ceed 5 еркекті хэтчбек көлігі. Бағасы 9.990.000 мыңнан басталады. Бұл өте қымбат, жоғарғы деңгейде қапталған көлік. Мысалы, қорабы гидротрансформаторлық кәдімгі автомат, ал спидометр мен тахометрдің орнына Supervision деген қазіргі таңға сай цифрлық дисплей орнатылған. Алтыншы орында Hyundai Elantra көлігі. Бағасы 9.190.000 мыңнан басталады. Бұл өте әдемі көлік. Осы бағаға тек қана механикалық қорабымен ұсыныста. Ал автомат қорабымен 9.690.000 мыңнан бағалары басталады. Бұл бейне сіздерге пайдалы болса, ұнаса, бейнеге лайк қойыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, жаратқан ие сіздерге риза болсын. Және әр күндеріңіз керемет өтсін.